Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Махатма Ганди атындағы номер 92-ші мамандырған лицейге қош келдіңіздер. Барлықтарыңызды қасиетті Рамазан айымен құттықтаймыз. Тілеген ниеттеріңіз, дұғаларыңыз қабыл болсын. Бірінші алғы сөзді лицейіміздің басшысы Шашабаева Гүлжан Сауытовнаға береміз. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Құрметті әріптестер, бүгінгі мына біздің лицейіміз математика, физика, химия, биология, IT мамандықтары бойынша тереңдетіліп оқытылатын лицей, 92-ші мамандандырылған лицей Махатма Ганди атындағы барлығыңызге белгілі. Лицейімізде жалпы 89 мұғалім бүгінгі таңда жұмыс істейді. Осы 89 мұғаліміміздің ішінде жаңа өздеріңізге барлық орта жасымыз биыл 36, яғни жастар өздеріңізге белгілі бүгінгі семинардың тақырыбына байланысты табысты авторлық бағдарлама практикалық дағдыларды жүзеге асыру тәжірибесі атты тақырыбындағы қалалық семинарға келіп отырсыздар. Жалпы сабақ беру үйреншікті жай шеберлік емес, ол үнемі жаңаны табатын өнер деген екен. Жүсіпбек Аймауов әріптестер, енді бағдарламамен қысқаша түрде таныстырып өтейін. Сіздерге алдарыңызға таратылып берілді. Мұнда 3 түрлі светпен, өйткені қазір бірінші негізгі бөлімнен кейін 3 секцияда, яғни бірінші секция осы мәжіліс залында ғылыми жаратылыстану бағыты бойынша, екінші секция математика, информатика бағыты бойынша, және үшінші секция қоғамдық гуманитарлық бағыты бойынша әр кабинетте әрқай жалғастырылады. Элективті курс бағдарламасы немесе қалай жазылады, оған қойылатын талаптар қандай? Яғни ол оқу бағдарламасының элективті курстың мазмұны мен рәсімделуіне қойылатын талаптар қатаң түрде сақталуы керек. Яғни ол 2-3 қосымшада көрсетілген ұсынылатын материалдардың саны мен талаптары болып табылады. Және авторлық бағдарламаның сараптамалық бағалау критерийлері сақталуы керек. Яғни оқу процесіне бағдарламаны енгізу үшін жоғары оқу орнының тиісті бейіндегі бір немесе 2 ұсынысы және осы бағдарламаны сараптамадан өткізген бір мұғалімнің ұсынысы болуы қажет. Барлығы кем дегенде 2 ұсыныс болуы тиіс. Ұсыныстар әр бағдарламада жеке беріледі және ұсыныс беруші білім беру ұйымының жоғары оқу орны немесе мектеп мөрімен міндетті түрде бекітіледі. Құрметті әріптестер, енді осы бағдарламаның құрылымы бойынша мен сіздерге қысқаша түсінік беріп кетемін. Ең бірінші түсінік хат. Бізде авторлық бағдарламада көбінесе біз түсінік хатты дұрыс жазбаймыз, сол себепті авторлық бағдарламалар бізде қайтарылып жатады. Енді жалпы түсінік хат бізге не үшін қажет? Ең бірінші, біз бұл авторлық бағдарламаны не үшін әзірлеп жатырмыз? Яғни бұл авторлық бағдарлама бізге қажет пе деген сұрақты қоюымыз керек. Және бұл қазіргі оқу сапасына көрсеткішіне әсер ете ме, жоқ па, сол сұрақтарға жауап бере алуымыз керек. Жақсы, рахмет. Онда келесі бойынша енді секциямен қазір бөлінеміз. Ғылыми жаратылыстану. Сәлеметсіздер ме? Менің авторлық жобамның тақырыбы нанотехнология негіздері. Жалпы бағдарламаға қажеттілік қандай? Біз білеміз, жалпы 11 сыныптың химия кітабының 2-ші бөлімінде осы нанотехнология деген бөлім тақырыптар кірістірілген. Бірақ ол өте әрине ауқымы аз және оқушылардың терең түсінуіне мүмкіндік бермейді. Сондықтан осы бағдарламаны жасау негіз болды. Жалпы бағдарламаға қажеттілік ең алдымен нанотехнология негіздері элективті курсының бағдарламасы білім алушылардың біліміндегі ақпараттық алшақтықты жою. Сонымен қоса жаратылыстану ғылыми сауаттылықтың жоғары деңгейін қалыптастыру үшін қажет болып есептеледі. Сонымен қоса бағдарламаны әзірлеудің негізгі себептері жалпы тұтастай алғанда бағдарлама әлемнің мета пәндерінің жалпы көрінісін қалыптастырудың тиімді құралы. Сонымен қоса бұл жерде нанотехнология ұғымы болғандықтан әрине пәнаралық байланыс өте жақсы болады. Химия жағынан да химиялық құрылысын қарастырсақ та, физика жағынан тіпті биология жағынан жалпы нанотехнологияның қазіргі биология саласындағы қолдану жетістіктерін де айта кетсек болады. Факультативтік курстың жалпы көлемі 25 беттен тұрады. Жалпы бұл бағдарламаны мен осы 2024 жылы тамыз айында жасап біттім. Бұл бағдарламаның
ғылымға деген қызығушылығын ояту. Міндеттері: бірінші, ғылым мен өндіріс саласы ретінде нанотехнологияның не екендігі, оның тиімділігі мен жоғары материалдар қасиеттері туралы жалпы түсінікті қалыптастыру. Екінші міндет, нанотехнологияның пәнаралық сипатын, яғни ғылымның жаңа бағыты ретінде көрсету. Үшінші, оқушыларды нанотехнологиялар саласындағы зерттеудің негізгі бағыттары мен әдістерімен, сондай-ақ нанотехнологияның жетістіктері мен даму перспективалары туралы таныстыру. Бағдарламаның негізгі өзектілігі: жалпы нанотехнология ең заманауи, бірақ қазіргі таңда ең аз дамыған салалардың бірі болып саналады. Нанотехнология ол қазір және болашақ деп айтқан болады. Себебі қазіргі таңдағы ең мықты экономикалық державалар осы ғылым саласына миллиардтаған жыл сайын ақша құяды. Неге? Себебі бұл саланың маңызы өте керемет. Себебі мысалға адамзаттың даму тарихы туралы айтатын болсақ, ең алғашқы электр энергиясының пайда болуы, ең алғашқы компьютерлердің пайда болуы қаншалықты маңызды болса, нанотехнология жалпы маңыздылығы олардан да күшті. Сондықтан білім алушылардың күнделікті өмірде нано ғылымның орасан зор әлеуетін қалай жүзеге асыратынын түсіну негізгі міндет болып саналады. Мына жерде бізде бағдарламаның куәлігі көрсетілген. Жалпы бұл бағдарламаның мазмұндық бөліміне келетін болса, нанотехнология ғылымына ең бірінші бөлім нанотехнология ғылымына кіріспе 8 сағат. Екінші бөлім фуллерендер мен көміртек нанотүтікшелер, яғни ең негізгілері. Үшінші, нано-құрылымды материалдарды, нано-бөлшектерді алу әдісі болған біз 10 сағат бердік. Және төртінші бөлім нано-сауатты қоғам. Нано-сауатты қоғам. Енді жеке-жеке осы бөлімдерге қысқаша шолу жасайтын болсақ, ең бірінші, яғни кіріспе бөлімінде нанотехнологияның ғылым ретінде пайда болуы, ол жердегі негізгі анықтамалар мен түсініктемелер, сонымен қоса нанотехнологияның материал танудағы рөлі, материалдар, атомдық құрылысы және нано құрылымдардың сызықты өлшемдері туралы айтылады. Екінші бөлім, яғни фуллерендер мен көміртек нанотүтікшелері бойынша фуллереннің ашылу тарихы, олардың кристалдық құрылымы, фуллерен және алмас, фуллереннің қолдану саласы, көміртек нанотүтікшелері, көміртек нанотүтікшелерінің құрылымдары және олардың қасиеттері туралы айтылады. Келесі үшінші бөлімде, яғни алу әдістері қандай? Ең негізгі бізде 11 сыныпта берілген, ол екі әдісті көрсетілген, төменнен жоғары әдісі және жоғарыдан төмен әдісі. Сонымен қоса бұл жерде одан да бөлек химиялық конденсация әдісі де, зор-гель әдісі, сонымен қоса термиялық ыдырау және химиялық тотықсыздандыру әдістері де туралы жеке-жеке қарастырамыз. Келесі, нано-сауатты қоғам. Яғни нано-сауатты қоғам. Төртінші бөлім бізде нано-сауатты қоғам болып айтылады. Яғни бұл жерде осы нано-технологияның қазіргі таңдағы маңызы туралы. Қазіргі таңда лотос эффектісі деген термин, сонымен қоса осы ауруларды емдеуде зертханалық чип, қазіргі таңда генетикалық ауруларды емдеу кезінде наноэлектроника, наносенсорлар, нанокомпьютерлер, нанотехнологияның болашағы туралы айтылып қорытындыланған. Және осы авторлық бағдарлама бойынша бір тақырыптың қысқа мерзімді жоспарын үлгі ретінде көрсетсем, яғни бұл жерде көміртекті нанотүтікшелердің қасиеттері туралы. Жалпы бұл жерде оқу мақсаты осы көміртекті нанотүтікшелердің әртүрлі құрылымға ие болатынын түсіндіру және әртүрлі қасиеттерін салыстыру. Бұл бойынша сабақтың мақсаты нанотүтікшелердің құрылымына байланысты олардың қасиеттерін зерттеу және салыстыру. Бағалау критерийлері нанотүтікшелердің құрылысын сипаттайды, атомдық құрылымына байланысты қасиеттерінің әртүрлі болуының себебін анықтайды және де нанотүтікшелердің қасиеттерін салыстырады. Бұл бойынша үй тапсырмасы, яғни фуллерендер тақырыбын қайталау мақсатында зерттеу сұрақтары беріледі. Сонымен қоса фуллереннің қолдану аймағы, фуллереннің қасиеттері туралы сипаттау. Және де сабақтың негізгі бөлімі, яғни нанотүтікшелер туралы, құрылымы туралы негізгі ақпараттар. Ал жеке жұмыс ретінде фуллереннің басқа аллотропиялық өзгерістерден айырмашылығын сипаттайды. Яғни суретте берілген, мысалға берілген заттың қасиетін зерттеп, бұл затты алу
алдың қиыншылықтары туралы болжайды. Бір қабатты нано түтікше мен көп қабатты нано түтікшенің айырмашылығы қандай және қолдануында да қандай айырмашылықтар бар екенін көрсетеді. Және осы бойынша дескриптор, яғни көміртектің аллотропиялық түр өзгерістерін біледі. Сонымен қоса оның түр өзгерістерінің қасиеттерін жаза алады және ол аллотропиялық түр өзгерістерін қолдану туралы ақпарат береді. Сонымен қоса екінші тапсырма, яғни нано түтікшені мына жерде көрсетілген, ол алу схемасы көрсетілген. Бұл бойынша нано түтікшені алу әдісінің схемасын түсіндіре алу керек және артықшылықтары мен кемшіліктерін айтады. Бағалау, яғни топтар бірін-бірі бағалау, өзара бағалау арқылы жүзеге асырылады және кері байланыс ретінде көміртекті нано түтікшелердің артықшылықтарын атау, наноматериалдардың қасиеттері қандай және де көміртекті нано түтікшелерін алудың әдістерін атау деген сияқты тапсырмалар берілді. Және үй тапсырмасы ретінде нано түтікшенің ашылу тарихына қысқаша слайд дайындау, яғни оқушылардың өз бетімен жұмыс жасауына әсер етеді. Бойынша табылады және жеке жұмыс рефлексиямен аяқтаймыз. Келесі жалпы ақпараттық әдістемелік бөлім, жалпы осы курс оқу барысында оқушылардың білім алудағы білім деңгейлерінің дамуы іске жан-жақты асырылады. Яғни жеке жұмыс, топтық жұмыс, дидактикалық материалдармен жұмыс жасайды. Енді бұл жерде көрсетілген, яғни мұғалім мен оқушылар қосымша әдебиеттер тізімі осы бағдарлама бойынша және кейбір сайттардың сілтемелері көрсетілген. Жалпы бағалау қалай жүреді? Бағалау нормасы жалпы 4 қарапайым деңгейге бөліп қарастыруға болады. Ең бірінші қадам оқушылардың оқуға деген рефлексиясын бағалау. Яғни сауалнамалар жүргізу арқылы, күнделікті әртүрлі әдістер қолдану арқылы оқушылардың қызығушылығын бағалап отыру. Екінші қадам, яғни оқушының оқу кезінде не үйренгенін бағалау. Яғни бұл ең маңызды қадамдардың бірі болып саналады. Яғни тест тапсырмалар беріледі. Осы тақырып бойынша оқу бағдарламада тест тапсырмалар берілген, сол тапсырмалар арқылы өздерін бағалау. Және үшінші қадам, әрине ескере кететін жағдай, мінез құлықтарын, яғни эмоциясы қандай, осы сабаққа дейінгі, сабақтан кейінгі эмоцияларын бағалау және де нәтижелерін тек қана бұл бағдарлама біліп қана қоймай, оқушылардың бизнеске байланысты перспективаларын бағалау. Яғни өнімділік, сапа, тұтынушы деген ұғымдарға баға беру. Ең соңында білім алушылар қорытынды тесттен, яғни 20 баллдық тесттен 8 бен 20 баллдың аралығында алатын болса, онда біз күнделікті ескеріп қоямыз. Ал егер 5 бен 7 балл аралығында алатын болса, онда қосымша тапсырмалар береміз. Ал 5-тен төмен балл алатын болса, онда есептелмейді деген күнделікте қоятын болғанбыз. Жалпы күтілетін нәтиже бұл бағдарламаны оқу барысында қандай нәтиже алуымызға болады? Ең алдымен нанотехнологияның негізгі тұжырымдамалары мен принциптер туралы білім қалыптасады. Екінші, наноматериалдарды синтездеудің әртүрлі әдістерін, технологияларын зерттейді. Сонымен қоса наноматериалдармен жұмыс істеу дағдыларын дамыту, яғни нанобөлшектер, наноқұрылымдар туралы практикалық жұмыстар жасайды және сонымен қоса нанотехнологияның әртүрлі салаларда қолданылу, медицинада, ең маңыздысы, наноэлектроникада, энергетикада, экологияда, қазіргі таңда нанофильтрация деген бар, қолданылу сияқты мәліметтерді үйренеді. Яғни нанотехнологияның маңызын түсініп шығады. Жалпы осы бағдарлама бойынша мына жерде пайдаланылған